Так, ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Құстарыңыз қалай? Баптарыңыз қалай? Так, бүгін кешке балапан тауық құстарға жалпы алма турайын деп беріп жатырмын. Алма турайын деп берейін деп жатырмын. Соны қазір мына үлкен нұсқа 5 айлық, содан кейін күріктерге, ана ыдысқа осы ортада жүрген балапандарға, ана ыдысқа кучинский юбилейныйларға, мына ыдысқа 1,5 айлық балапандарға осы қазір алмаларды турап беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жаңадан келіп жатсаңыздар, осының алдында қызықты видеоларды көріп, арнаға жазылып кетсеңіздер деп едім. Алдына рахмет. Енді мен қазір турап алайын. Турап біткеннен кейін ары қарай видеоны жалғастыратын боламыз. Так, в общем, достар, міне так напишақ алып тастайын. ютубтағы да нетіп жүрсе. Так, міне ыдыс көп дәу алып қойыппын ыдыстар. Енді басқа ыдыс жоқ болғандықтан өйстіп мынау 1,5 айлық балапандарға, мынау кучиндарға, мынау ортасындағы балапандарға, или мынау ортасындағы балапандарға, мынау үлкендерге, мынау кучиндарға, мынау 1,5 айлық балапандарға. Соған қазір жем бітті. Сол жем алу керек. Содан кейін достар, мына жақта таңертеңге беретін мынандай дәу кабачок бар. Осындай кабачок бар. Осындай. Таңертең берем, турап онда түсірем. Ертең менде сабақ. Ертең дүйсенбі. 5 қыркүйек. Ертең сабақ. Ертең көрем. Таңертең қолыма камера түсірем. Нетсе сіздер үшін таңғы 5:30-да, 5:30-да тұрып, таңертеңгі жем суын ауыстырып, видео салатын шығармын сіздер үшін. Если салсын десеңіздер, салатын болам. Су жем бергені таңертең. Енді су берем, жем жоқ, сол кабачок турап берем. Енді мыналарды бір-бірлеп апарып берейік балапандарымызға, тауықтарымызға. Бірінші мынаны берейік 1,5 айлық балапандарға. Бұл видео ешқандай бір какой-то тематика, бірдеме, влог, андай какой-то бір тематика емес, жай балапандар тамақтандыру видеосы просто. Так, мен қазір достар ішіне кіріп алайын, сол видеоны жалғастыратын боламыз. Так, достар, міне ішіне кіріп алдым. Қалай балапандар былай өсіп қаппа, анжол кішкентай шибей болып жүруші еді ғой. Әзетін міне өсіп кеткен. Так, аз ана кармушкаларын, мына біреу кармушкасына ма, или жерге ма, осы крышкамен қоя салам. Так, бәрі жеп отыр уже. Таласып отыр. Аяқ шаң болып кетті. Бәрі. Ондайлар да бар ішінде. Бәрі жеп отыр, таласып. Астында міне ұқилулар. Ұқилулар міне өсіп кеткен үйсін дәу болып. Твай көрсетемесін. Жалпы бәрі жеп отыр достар. Алма ұнайды екен бұларға. Ана үлкендер қатты жемейді алманы. Ана бір жақта үлкендер. Мына кішкентай балапандар тура жаман жейді, жақсы жейді. Так, енді оқилуымен кішкене ауру балапандарға береміз. Ана алманың ішінде мынандай 3 персик шықты. Осындай персиктер. Үшеу.
Сол қазір. Осы міне қазір беретін болам. Так, енді мынаны ортадағы балапандарға апарамыз. Китайский шелковый адлер, легорн далматинецтің балапандарына апарамыз қазір. Мына алманы. Осы кішкене анақ. Сол айтқандай ыдыс көп алып қойыппын. Бұларға қазір. Бұлар сразу жеп отыр тоже. Так, міне. Так, шілік торына алсаң. Міне бұлар да жақсы. Міне мыналар особо қатты жемейді. Көріп тұрған боласыздар. Ана алманың қалдықтары жатыр әне. Нетсе де беріп көрем қазір. Жесе жеді, жемесе жемейді. Так. Так, міне. Енді мынаны біреуді кучиндарға берем. Жаңағы кучиндарға берек кеттік. Мынау видео сол жай тамақтандыру видеосы десе де болады. Так, міне бағана осының бағана осы жаққа бидай сеуіп кеткен. Өздерінше жемей жүрген. Жеп апты бәрін. Міне алмай беретін болам. Алманы да жеп атыр жақсылап. Так, енді үлкендерге беретін боламыз. Так, қазір үлкендерге береміз. Үлкендер бір-екеу беріп көрем. Жемей жатса, ана ауыр балапандарға берем. Жемей жатса, ана сол ауыр балапандарға берем. Так, бағана түсте бергем үлкендерге. Сол алма сондай. Көз береміз. Үлкендер қатты жемейді екен. Бұлай жай инстинкт болғандықтан жүгіреді. Ата үйді қырғын жемейді. Сол себептен мына қалған құтқанды аурулармен ухилуға екеуіне береміз қазір. Ухилу кеше капуста сондайдың қабықтарын алып келгем. Неден? Коммуналкадан. Оларды да беріп отырмын. Олар тоже витамин. Так, қазір беріп алайын. Қалай жейтін түсірем. Так, міне достар жеп отыр. Жалпы
осындай беріп отырсаңыздар, алма, витаминдар жалпы. Рахмет айтатын болады сіздерге. Так, міне қазір аулада не болып отқаны. Жалпы сол погрептан аяққа трактор кеп қазды. Оның топырағын ар жақ үйдің басына тасығамыз. Сонда жұмыстармен видеоға қол тимей кетті. Так, енді таңертең кабачок өзінің уақытын күтіп жүр. Достар, енді мен сіздермен қоштасайын. Сау саламатта жүріскенше. Өстіп тамақ берген видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер. Каналды жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Сау саламатта жүздескенше.